Қайырлы күн, құрметті оқырман. Сіздермен бірге еңбек адамы подкасты және тізгіндемен Ботагөз Мұратқызы. Семей қаласының көркею жолында біраз аянбай еңбек етіп жүрген азаматтарымыз өте көп. Солардың бірі де бірегейі еңбек адамы номинациясының иегері Қазақстан темір жолы Семей жүк тасымалы бөлімшесі филиалының маманы Асан Қайратұлы. Асан мырза, қош келдіңіз. Өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді көрермендерге сұхбат барысында өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Мен Құрманғалиев Асан Қайратұлы 1993 жылы дүниеге келгем. Қазіргі таңда Қазақстан темір жолы Семей жүк тасымалы бөлімшесінде аға вагондардың жүру жылдамдығын реттеуші болып жұмыс атқарамын. Осы салада жұмыс істеп жатқаныма 5 жылдан астам уақыт болды. Рахмет. Сіздің осы маман иесі болуыңызға не түрткі болды? Бұл әлде сіздің бала күнгі арманыңыз бе еді? Жалпы енді осы Қазақстан темір жолына мен 2020-да келдім. Жалпы енді осы Қазақстан темір жолына түрткі болу себебі мен шыны керек марқұм әкем осы Қазақстан темір жолында Түрксіб станциясында қызмет атқарған. Жалпы сол кісінің арманы болар деп ойлаймын енді осы темір жолға келу себебім. Жақсы, рахмет. Әр саланың қиындығы, қызығы қатар жүреді. Сіздің салаңыздағы бір есіңізде қалған қиын тұстарын айтып берсеңіз. Жалпы бізде вагондардың жүру жылдамдығын реттеуші жұмысы енді өте жаңа айттым ғой, жауапкершілікті, тыңғылықты талап ететін жұмыс. Енді әр саланың өзінің қиыны да, қызығы да бар дейді ғой. Біздің енді ең қатты бір қиын дейтіндей айтарлықтай жоқ, но бірақ бізде күндіз түні бойы Қазақстан темір жолы жұмыс істей береді. Демалыссыз күні бойы, түні бойы жұмыс істей береді. Сол бізде енді түнгі ауысым, түнгі жұмыста ғана кішкене біраз қиналамыз, шаршаймыз, ал былай енді ешқандай қиындық жоқ. Жақсы. Сіздің жұмысыңыздың ерекше тұстарын айтып берсеңіз, несімен ерекшеленеді жұмысыңыз? Жалпы енді біздің жұмыс өте жақсы жұмыс, шыны керек. Мен жалпы өзім осы істеп атқан салада вагондардың жүру жылдамдығын реттеушісі өз жұмысымды өте жақсы көремін. Жалпы әр жұмыстың ерекшеліктері бар. Біздің жұмыс өте енді шын жақсы жұмыс, енді андай қызықты. Оны енді шыны керек сіздерге енді көзбен көрмесе, шын енді ауызбен айтып жеткізу өте енді кішкене қиынырақ. Жалпы әр адам өзінің жұмысын жақсы көріп істеу керек деп ойлаймын. Енді өзінің кім қандай жұмыс істесе де, әр адам өзінің еңбегін тиянақты, адал атқарып, жақсы жұмыс істеу керек деп ойлаймыз. Жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз, осы салада қызмет етіп жүргеніне 5 жылдан асты деп. Енді осы 5 жыл аралықта сізде бір жұмысыңыздағы ең үлкен жетістігіңіз қандай болды? Енді жалпы осы Қазақстан темір жолында 2021 жылы, қателеспесем, Қазақстан темір жолының басшылығының ұйымдастыруымен Астана қаласында жайдарман дейді ғой, КВН жастардың арасында жарыс өтті. 9 облыс болды. Сол 9 облыстың ішінен осы біз Семей қаласы, Семей бөлімшесі темір жол Семей Алаш жайдарман тобы болып барып кубокты алып қайтқанбыз. Және де 2023 жылы тоже Ақтөбеде жарыс өтті. Тоже жақсы жетістікпен қайттық. Сондай жақсы жетістіктеріміз бар енді. Тартысты қызу ойын болды дейсіз. Әрине. Жақсы, рахмет. Енді жұмысыңызда тиімділікті арттыру мақсатында қандай бір шаралар, әдістер қолданасыздар? Бізде енді қазіргі таңда Қазақстан темір жолына шыны керек жастар жақсы келіп жатыр. Өте көбірек соларға үйретеміз, соларға жұмыстың жақсы жақтарын айтып, таныстырып. Енді шыны керек Қазақстан темір жолында бізде өтемақы дейді ғой, еңбек ақымыз уақытылы төленеді. Бір реттік сыйақы дейді, мысалы премия деп айтады ғой. Каждый мереке сайын уақытылы премиямызды береді. Жалпы Қазақстан темір жолына рахметімізді айтамыз, жастарды шақырамыз осындай жұмыс орынға. Сондай жақтары бар. Енді жыл сайын бізде енді қызық жақтары бізде мынау Қазақстан темір жолында Қазақстан темір жолының басшылығымен ұйымдастырылып отырған 100 жаңа жас есім деген бар бізде. Солған жастарды 35 жасқа дейінгі жастарды соған жинайды Астана қаласында. Биыл міне өзім барып келдім Астана қаласында 100 жас есімге. Бүкіл Қазақстан темір жолының әр саладан жиналып сондай үлкен жақсы мероприятие болады ондай. Сондай қызық жақтары бар енді. Жалпы
осы Қазақстан темір жолына келсін деймін, жастарға жұмыс істесін деймін. Жастар шақырып жатырмыз ғой, әрине. Әрине. Бірақ енді соған сіздерді жастарды өздеріңізге тарту бойынша арнайы бір шаралар, ашық есік күндері болсын өйымдастырылады ма жұмыста? Енді ол жағын енді негізі болады, оны келешекте де ұйымдастыруға да әрине көреміз ғой ол жағын. Сіздің ойыңызша жұмыста табысты болу үшін не маңызды? Енді жалпы жұмыста табысты болу үшін енді біріншіден енді осы істеп жатқан мамандығына, істеп жатқан жұмысына тиянақты ұқыптылықпен қарап, әрдайым уақытында жұмыстан қалмай, уақытында бәрін орындап, басшылықтың айтқанын бәрін істеп, дұрыстап, тыңғылықты атқарсаңыздар, енді бәрі адамның өзіне байланысты ғой бұл өмірде. Дұрыс жағынан көрсетіп, өзін жақсы жағынан танытып, жұмысын бәрін адал атқарса, енді табысты болады деп ойлаймын. Адал жұмыс істеген адам енді келешекте жақсы болады ғой, шыны керек. Жақсы, рахмет. Енді сіздің бір күндік жұмысыңызды айтып берсеңіз бізге, енді жастарға да, ол көрермендерге өте қызықты деп ойлаймын. Енді бір күндік жұмысымыз біздің енді таңертеңгі уақытта өз жұмысқа келеміз, сағат 8:30-да басталады. Медкомиссия өтеміз, жаңағы дәрігердің қаулысымен жұмысқа рұқсат етіледі, рұқсат етілмейді деген арнайы передсмена дейді ғой, жұмыс басталмай тұрып бізде жиналыс болады. Өзіміздің командир смена дейді, диспетчер жүргізеді, барлығын жұмыс бабын, барысын түсіндіріп айтады. Жұмыс орнымызға келіп, жұмысымызды қабылдап, бәрін тиянақты орындап, потом ары қарай жұмысқа кірісеміз. Жалпы біздің бір күндік жұмысымыз бізде вагондардың жүру жылдамдығын реттеуші, енді вагондардың қозғалысы ғой, бізде тынбай минут сайын, даже секунд сайын тоқтамайды қозғалыста. Жалпы енді біз вагондарды бір-біріне қосып солай жұмыс атқарамыз енді. Негізі біздің жұмыс енді көбінесе енді қызығырақ, осы темір жолға жалпы келгелі, осы мен 2020-дан бері өзім осы жұмысты жақсы көріп істеймін. Өзіме ұнайды осы жұмыс. Өте қызығырақ жұмыс. Мен бәріне осы жұмысты шын айтқым келеді, келіп істеуге болады. Жақсы жұмыс шын. Осы темір жолға келгеннен кейін осы уже енді қалай айтса, басқа жұмысқа мен кете алмаймын шын. Осы жұмыстан өзіме ұнайды осы жұмыс. Осы жұмысты жақсы көріп істеймін. Жақсы, рахмет. Енді осы 5 жыл ортасында сізде жоқ, мен мына жұмыстан бас тартқым келеді, немесе ең басында болады ғой енді бір қиындық, немесе бір жерде қателесіп қалған кезде жоқ, мен мына жұмыстан бас тартқым келеді, мен жұмыстан шыққым келеді деген қабат деген бір сәттер болған жоқ па сондай өзіңізде? Өтірік айту, ондай болған жоқ. Болған жоқ. Жоқ. Жақсы, рахмет. Жұмысқа келгелі сразу осы жұмысты ұнатып істедім ғой. Жақсы, рахмет. Енді біздің көрермендерге, жастарға айтар ақыл кеңесіңіз болса? Енді жалпы жастарға айтарым, жұмыс істеңіздер, осы Қазақстан темір жолына келіңіздер. Жалпы бұныға Қазақстан темір жолына енді келу мақсаты енді шыны керек оқыңыздар, Қазақстан темір жолын бітіріп, осы темір жолға келіп жұмыс атқарыңыздар. Бізде осы Қазақстан темір жолында бәрі уақытылы. Мынау жалпы еңбек адамы деп айтып отыр ғой, еліміздің осы 2025 жылы қаулысында еңбек адамы деп тағайындалғандықтан еңбек етіңіздер дегенге айтады ғой. Мынау ең өмірде дейді, мысалы сізге бір сұрақ қоя кетейін, өмірде ең бақытты адам кім деп санайсыз? Сүйікті жұмысында жұмыс атқаратын, қызмет ететін адамдар. Өмірдегі ең бақытты адам дейді, жұмысы бар адам дейді. Таңертең ерте тұрып жұмысқа кетіп асығып бара жатқан адам өмірдегі бақытты адам дейді ғой. Сондықтан барлықтарыңызға еңбек ет дегім келеді сіздерге. Және де айтады ғой, мынау Абай атамыздың сөзі бар, жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық аздырар адам баласын деп. Сондықтан осы барлықтарыңыз таза еңбек етіп, адал еңбек етіп жұмыс жасауларыңызды өтініп сұраймыз. Асан Қайратұлы, енді осы темір жолға келгенге дейін қандай іспен шұғылдандыңыз, сол туралы айтып берсеңіз? Енді шыны керек осы Қазақстан темір жолына келместен бұрын мен әскери қызметші болып жұмыс атқарғам. Бірінші городок дейді ғой, сонда военчаста әскери қызметші болып атқардым. 3 жыл істедім контрактіде. Шыны керек, жаңа айтып отырмыз ғой, әр саланың өзінің қиын жақтары бар деп.
енді кім қандай жұмыс істесе де жұмысын жақсы көріп істесін деп. Енді әскери жұмыс шыны керек түсінген адамға қиын, өте қиын жұмыс. Әскери қызметімді аяқтап 3 жылдан кейін біраз өзімнің жұмыстарыммен жүрдім. Осы 2020-да сол Қазақстан темір жолына келдім. Жақсы, рахмет. Жаңағы сіз негізі маман бойынша өзіңіздің мамандығыңызды айтып берсеңіз, иә? Және біз ең алдымен сіз темір жолға дейін әскери бөлімшеде болдыңыз, одан кейін темір жолға келдіңіз. Жалпы негізі енді біреулер естісе таңғалатын шығар. Негізі менің мамандығым жалпы студент кезде қонақ үй шаруашылығын ұйымдастыру деген мамандық болған менде. Сол мамандық бойынша оқып бітіргем негізі. Содан сол мамандықты 2014 жылы аяқтап, 2014 жылы әскерге шақырылып, Қарағанды Балқашта әскери қызметінде өтіп келдім 1 жылдық. Енді қазір жастар көбінесе кейде шатасып жатады, немесе өздерінің қаламайтын жұмыстарында қызмет атқарып жатады. Сондай жастарға сіз өзіңіздің қандай кеңесіңізді бере аласыз? Кеңес болғанда ол шыны керек енді жаңа дұрыс айтасыз, қаламайтын жұмыс деген. Адам өзінің негізі жалпы қаламайтын жұмысын істесе, адам беріліп істей алмайды, негізі шын. Ол енді 100% болмаса да 80% ол шындық. Жалпы жаңа айтып отырмын ғой, мен негізі әскери қызметші болып істеген кезде енді сондай бір керемет қалап істеген жоқпын. Ол кезде енді жұмыс керек болды, жұмысқа кіру керек болды, жұмыс істеу керек болды. Жас болғаннан кейін әскерден келе сап. Мен мысалы осы жасыратын емес, қазіргі таңға дейін мен көп айтамын. Осы Қазақстан темір жолына келгелі шын өз жұмысымды жақсы көріп істеймін. Осы жұмыс менің жұмысым екен ғой, осы екен менің қолым деген секілді. Сондықтан адам өзінің қалаған жұмысын істесе деймін. Енді адам өзінің қаламайтын жұмысын істесе, ары қарай көпке бармайды деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Асан мырза, енді уақытыңызды арнап бізге қызықты мағлұмат бергеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға сәттілік және де табыстар тілейміз. Енді көрермендерге айтар жылы лебізіңіз болса? Жалпы көрермендерге енді бар жақсылық тілейміз. Енді осы бар жақсы болсын, Қазақстанымыз аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздерге рахмет, құрметтеп шақырғандарыңызға мың алғыс. Барлығы жақсы болсын, енді тек қана жақсылық тілеймін. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, Еңбек адамы подкастының кезекті саны өз мәресіне жетті. Аман, сау болыңыздар.